Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Аружан. Бүгін каналымда бауырдан осындай рулет пен бауыр тортын қалай жасайтынымды көрсететін боламын. Сіздерге де қызықты болады деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: бауыр, жұмыртқа, сүт, тұз, бұрыш және де електен өткізілген ұн қажет болады. Мен бауырды осылай блендерден өткізіп дайындап алдым. Блендер болмаған жағдайда ет тартқыштан өткізіп дайындап алсаңыздар болады. Бірақ блендер ет тартқышқа қарағанда сұйықтау етіп турап береді. Осылайша бауырдың үстіне сүтімізді құйып, жұмыртқаны салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Егер блендеріңіз болса, блендермен араластырсаңыздар да болады. Дәміне қарай мен аз мөлшерде бұрыш және де тұзды қостым. Барлығын тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. Қатты күшпен түйіршікті болып қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Дайын болған бауырымызды пісіруді бастаймыз. Табаға май құйып, табамызды майлап, қыздырып аламыз. Табамыз қызғаннан кейін ғана бауырдан жасалған блинімізді пісіруді бастаймыз. Осылай табамызға құйып, барлық жеріне толықтай жететіндей етіп жайып шығамыз. Жетпеген жеріне осылай құйып жеткізсеңіздер болады. Және табамыздың астын орташа отқа қойып 2 минутқа пісіріп аламыз. Достар, менің каналымдағы видео рецепттер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен қандай рецепт күтесіздер, комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Бауырдан блинді жасаған кезде табаны міндетті түрде майлап алыңыздар. Осылай дайын болған соң шеттерін босатып аламыз. Одан соң ақырындап ортасын босатамыз. Бірден көтеріп алмаңыздар, себебі асты жабысып, жұлынып кетуі мүмкін. Міне, мендегі мына табадан блинді алу қиын болып тұр. Бірден жұлып алмаңыздар, осылай беткі жұқа қабаты жабысып қалады. Осылай екінші бетіне аударып, тағы да 2 минутқа қалдырыңыз. Мен екінші блинді құйып алдым. Алдымен шетін босатамыз, одан соң ақырындап ортасын босатып аламыз. Менің табам тіптен жұмыс жасауға кедергі болып тұр. Міне осылайша менде жұмсақ блинилар шықты. Кәдімгі сүттен жасалған блини тәрізді жұқа, жұмсақ, сынбайтын болып шықты. Енді осы блиніміздан рулет дайындау үшін салмасын жасауға кірісеміз. Мен сәбізді осылай үкіштен өткізіп дайындап алдым. Пияз екеуін бірге қуыратын боламыз. Пиязымызды осылай жіңішке етіп турап дайындап аламыз. Одан соң қызып тұрған майға 2 минутқа қуырып аламыз. Одан соң үстіне сәбізімізді салып, тағы да 2 минутқа араластыра отырып қуырып алыңыздар. Одан соң дәміне қарай мен аз мөлшерде тұз және де қызыл бұрышты қосып, тағы да 2 минутқа қуырып алдым. Енді бізге блинилардың арасына жағатын соус қажет болады. Майонезге сарымсақтарды салып, араластырып жағып аламыз. Мен сарымсақтарды осылай майда етіп турап алдым. Егер де оны езетін затыңыз болатын болса, сонымен езіп алсаңыз, бұдан да майда етіп шығарып береді. Дайын болған соң майонез екеуін бірге араластырып, дәміне қарай мен сәл ғана тұз қостым. Тағы да бірге араластырып, дайындап аламыз. Әуелі тортымызды жасап алайық. Бірінші блинімізді қойып, жұқа етіп майонезді жағып алыңыздар. Майонезді тым қалың етіп қоймаңыздар. Қалың болған жағдайда ол майлы болып желінбей, ұнатпай қалуы да мүмкін. Осылай жұқа етіп жағып, екінші блинімізді қойып, үстінен жаңағы салмамызды салып, оны да жұқа етіп жайып шықсаңыздар болады. Оның үстіне тағы да бауырдан жасалған коржымызды, оның үстінен жұқа етіп майонез жағып, жаңағы ретті қайталап шығамыз.
Біздің тортымыз осылайша жиналып бітті. Майонездердің артылған бөлігін айналдырып жағып шықсаңыздар болады. Өз қалауыңызша безендіріп әрлесеңіздер болады. Екінші кезекте бауырдан рулет дайындауға кірісеміз. Бір коржды алып, осылай бетіне жұқа етіп майонезді жағамыз. Одан соң шетінен осылай қалдырып, екінші коржды қоясыздар. Оның үстіне салмамызды салып, оны да жұқа етіп салсаңыздар болады. Одан соң жіңішке етіп орай отырып, рулетімізді дайындаймыз. Достар, рецепт ұнаған болса, лүпіл басып, пікір жазып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналыма осындай түрлі тағамдардың рецепттері шығатын болады. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, біздің рулетіміз дайын. Осылай орап дайындап, тоңазытқышқа бір немесе жарты сағатқа салып, кейіннен осылай кесіп ұсынсаңыздар болады. Осындай тіске басарды дастарханға арналған ассортидің бір бөлігі ретінде қолдансаңыздар, өте жақсы үйлесім тауып, жақсы желініп кетеді. Бізде осындай тәбетті ашатын тіске басар дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Ортасына өз қалауыңызша салманы дайындап алсаңыздар болады. Ал бауырдан жасалған тортымыздың бетін осылай жұмыртқаны үкіштен өткізе отырып безендіріп алдым. Олай болмаған жағдайда укроппен безендірсеңіздер болады. Міне осылайша біздің тортымыз дайын. Жарты сағат немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып, осылай кесіп ұсына берсеңіздер болады. Достар, видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Аружан.